құрметті қонақтар, қадірменді көпшілік. Рухы мықты, ер қазақ атты, көрнекті ғалым, абайтанушы Қайым Мұхамедханұлының еске алу концертіне қош келдіңіздер. Азамат, кешімізді бастамас бұрын сізге сұрақ қойсам болады екен? Қойыңыз әрине. Сіз бақыт дегенді қалай түсінесіз? Бақытта әркім, әр жақсы жағдайға, әр нәрсеге келген емес пе? Әрине көзіне бақыттың түрі көп шығар. Бірақ мен бақыт дегенді, мынау ер қазақ Қайым атамша айтсам, бақыт деген ол еркіндік, бақыт деген ол адалдық, бақыт деген ешкімнен қорықпай, еркін өмір сүру ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені Қайым Мұхамедханұлы, өлсем, алаш азаматтарынан жаным артық емес. Қанша азапқа түссе де, абайды алалап, Мұхтарды мұқатуға көнбей, адалдықты ту еткен болатын. Сондықтан адал сөйлеп, қорықпай өмір сүруді бақытқа тегесе керек. Әрине, бізге Қайым атамыз қаранардың күшін, ұлылардың өсиетін аманаттап кетті ғой. Қарапайым болыңдар, таза болыңдар, сонымен қоса адам қалыңдар дегенді бізге бойтұмардай өсиет еткен болады. Я азамат, мен де тағы қосып өтсем, жалған сөйлегенше өлген артық. Жалған сөзден кейін қалай өмір сүруге болады деп ашын айтты. Өйткені оған дәлел Қайым әуезовті сатпады. Абай мектебін, адамгершілік қасиетін сақтап қалды. Абай жолына, алаш идеяларына адал болды. Я, шынымен де дұрыс айтасыз. Кешегі Абай, одан жалғасқан Мұхтар, Қайым, Ербол, солардың арасындағы жалғасқан ұлттық идея, алаш рухы, бүгін міне біздің мектебімізде де түлеп, ұрпақтар арасында кеңінен насихатталуда. Бүгінгі өткізіліп отырған ауқымды іс-шараның басты мақсаты да, мүддесі де осы. Алаш ардақтыларының аманатын ұлықтап, өшпес мұраларын терең зерттеп, олардың ісін жалғастыру. Бір туар тұлға Қайым Мұхамедханұлының өмір жолын зерделеу, ел үшін атқарған еңбегін кеңінен насихаттау. Ендеше Қайымның мұлағаты жайлы біраз айттық, түсінді, саналарда сәуле қойды деп ойлайық. Енді концертті бастайық, жақсылап. Әрине бастайық. Көгімде қалықтаса арман әнім, қазағым домбыраны қолға алады. Азамат әріптесім ақын міне Қайымға арнау айтып ән салады. Ендеше Азамат ақын әріптесіміздің орындауындағы арнауын қалғанымыздар. Рахмет Гүлзира. Енді балыққа таясудан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді. Егер домбыраны жігіттер дайындап, микрофон дайындап жерсе, бір-екі ауыз Қайым атамыздың рухынан қалған осындай кеште Қайым атамызда ақын болған білесіздер. Бір-екі ауыз суырып салып айтуға болатын шығар деп ойлаймын. Жорықтағы батырдай туыстаған, ақының шықталдыңа жырыштаған, керемет іс-шара боп жатыр бүгін, ұлттық рухпен тыныстаған. Осы ұлы даланы сыйға берген, жалын жүрек тау кеуде құрыш бабам. Ешқандай түнектерден адаспайды, ұлылық мұраларды, ұлылар мұраларын нық ұстаған. Сол дәстүрді ұрпаққа жалғаймыз деп, жасап келе жатырмыз дұрыс қадам. Соның бүгін куәсі болдыңыздар, тектілік қой өткенді ұмытпаған. Қадірменді ағайын армысыңдар, Қайымдай ер қазақты ұлықтаған ай. Бұл мектеп талай жерге мәлім боп тұр, Қайымның атын алып сәнім кеп тұр.
ұстазына осындай сый жасаған Ербол марқұм ерекше дарын боп тұр. Сондықтан рухына арнап бүгін шырқайтын сіздерге арнап әнім боп тұр. Жан таппай жол көрсетіп жоба табар, тәрбие талай жерде уайым боп тұр. Біз болсақ ол жағынан қорықпаймыз, жақсының шарапаты дайын боп тұр. Алдымда ақын Абай Темірғазық деп қайым айтқан екен пайымды өткір. Қайымға Темірғазық Абай болса, біз үшін алтын сандық қайым боп тұр. Тіреуі жоқ қабырға құламай ма, тірнектеп жинап алмай мұрағайда. Артына 10 том қылып еңбек жазған, қайым сөзі жетелер қыран ойға. Кезінде қарт Семейде мектеп ашып, өшпейтін қызмет қылған Ұлы Абайға. Тарихқа айналып міне бүгін, сақталар мектебіммен мына ойда. Ұлы Абайға мұражай ашамын деп, айналып кетті өзі де мұражайға. Ерғайым ғылымдағы құла кершін, жас буын ұлағатын ұға берсін. Бүгінгі жасап жатқан бұл тірліктер болашақ ұрпақтарға мұра болсын. Осы мен арнауымды аяқтайын, бұл жырым ақ тілекпен дұға болсын. Қайымдай өр тұлғаның шаңырағынан білімді ер қазақтар шыға берсін. Туған ел алтын бесік ұшқан ям, көз жұмылмай тұрғанда қайтып қиям. Тарта көр Семейімнің топырағы, төстіктей жермемен еркін сиям деп Қайым атамыз жырлап өткендей, туған жерге деген сағынышының барлығын осы өлеңге сыйдырса керек. Ендеше шығысым әнін музыка пәнінің мұғалімі Толқынбек Жайнагүлдің орындауында қабыл алыңыздар. Thank you.
үш шумақтан өлсем орным қара жер сыз болмай ма жазған өлеңінде былай деген болатын: бұл жырда өлім жайын толғап, өзі өлтір кешкен заманнан басқаша артық заман болатынын болжайды. Абай келер нәсіл адамның бар сырын ашып мұң шағады. Абай келешекпен тілдеседі, өз халқының кейінгі ұзақ тарихына өлместік із қалдырып отырғанына сенім артады. Олай болса, келешек ұрпаққа өзінің арман аңсарын, философиялық терең талғам танымын айқын көрсететін «Өлсем орным қара жер, сіз болмай ма» әнін республикалық халықаралық конкурстардың лауреаты, дәстүрлі әнші Клара Төленбаеваның шәкірті Рахат Бегасиловтың орындауында тыңдаңыздар. Өлсем орным қара жер, сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялша қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Жүрегімнің түбінен терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Жасымда албыр төстім ойдан жыра, айлаға ашуға да жақтым жыра. Ер тояндым, ойландым, жет алмадым, етек басы көп көрдім, елден бері. Ішім толған мұңмен үр сыртым дүрдей, мен келмеске кетермін төгіндірмей. Өлең шіркін өсек шау жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта берме. Өлең шіркін өсек шау жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта берме. Doktora Ukrainana Gakku. Аралап талай жердің дәмін таттым, қосалып айдын көлден табылып аттым. Гәкку гәгәгәгәй, айталмай гәккуімді ешбір адам. Мамырлап қоңыр қаздай баяулаттым. Гәкку гәгәгәгәй, гәкку гәй, гәкку гәкку гәгәгәгәй, гәгәгәгәй, гигай, гәкку гәй, гәкку гәй. Қаранған айдын көлде сен бір ақу, есіптен бұлыда ендай бегіләзіп. Гәкку гәгәгәгәй, сырнай мен домбыраның арасында, балқыған қорғасындай қайран. Гәкку гәкку гәгәгәгәй, гәгәгәгәй, гәгәгәгәй,
Gakugay, gakugay, gagagagagoy, igigay, gakugay, 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 gakugay. Құрманғазы музыка академиясының әншісі Мұратқанқызы Шолпанның орындауында бүлдірген әнін қабыл алыңыздар.
туған шығыс өңірдің тумасы, сол жердің топырағын аунап суын ішкен, кезінде абай әндерін орындап, шығыстың жігіт сұлтан атанған ардагер ұстаз бүгін біздің ортамызда, Ахметжанов Мұхтархан ағамыздың орындауында бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Шәкәрім атамыздың әні. Қабыл алыңыздар. Өзіне орайлы денең жан нұрлы болса жөнделмек, өлең ән гүлшеп айтса өңделмек, ұйқасқа қолайлы. Күміс қоспаңыз мұз оралып, артық алу, екем салу, қапық алу жәнәмәт. Ауыр қол әнге тұшы сөз салма, ұйқас жинама, тереңнен толғанып. Сырын бұл әннің айтып қарайын, түрін сипаттап тізіп санайын, өзің тап ойланып. Үшемдесің екеуін, кімден басты, кімден ашты, жақсы шықты нешеуін. Қайран, қайғысыз, қамсыз күндерім, сайран, сауықты сайран түндерім, сендерден не пайда? Асқан алпыста мына жасамыз, қашқан шалдығып қарып басымыз, қаларсың қай сайда? Ноқталы бас ағызып қас, жалынсыз бас келексіз, хақты ашып, күнді ашып, өрге кіріп еріксіз, өрге кіріп еріксіз. Қалдарыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Шаршамай, шалдықпай жақсы отырсыздар ма? Жақсы, тамаша. Қайымда ер қазақтың рухынан қалған іс-шарада шаршауға болмайды. Бүгін шынымен де ерекше
күн болып жатыр, тарихи сәт болып жатыр біздің шаңырақ үшін. Мұхтархан ағайымыз да бағана сіздерді бастап, осы жерде Қайым атамызға мұражай ашылғанда да қуанып бірге жүрсіздермен. Сол жерде керемет Қайым атамыздың бет бейнесін, тарихқа қалатын ескерткішін сол кісі өз қолымен жасаған. Бағана айттыңыздар, көрдіңіздер. Одан бөлек жігітке жөтені раз деп міне тебіреніп жүрекпен сіздерге ән салып жатыр. Ол кісі де қуанып бүгін бір марқайып жатыр. Сондықтан рахмет ол ағайымызға, осында ұстаз өнегесін шашып жүреді. Енді бүгін шынымен керемет іс-шара. Бағана Тұрсын Жұртбай ағамыз кеп ортамызды керемет тарихи сәтке бөліп, Қайым атамыздың ұрпағын, асылдың сынығын, тұлпардың тұяғысыңдар ғой деп құшақтап, жеке-жеке көрсетіп, бір жаңа табысқан, үйірімен табысқан бағана тай құлындай болып, шоқырасып, мәз болып қалдық шынымен. Бүгінде сол тұлғалар ортамыз, тұлғаның сынықтар ортамызда отыр. Келесі кезектер соларға бергіміз келеді, Гүлзира. Бір-екі ауыз қосасың ба? Бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шараға өз тілектерін білдіру үшін, ниеттерін білдіру үшін ортаға Дина Қайым қызын шақырамыз. Қайым ұрпағы. Сонымен бірге Нұр-Сұлтан қаласы білім басқармасы бөлім басшысы Асыл Амангелді қызы. Қайым мектебінің негізін қалаушы, ұлт руханиятына үлес қосқан, ұрпақтар сабақтастығын жалғастырып келген осы күнге дейінгі біздің Ербол ағамыздың жары отыр. Қымбатхан, сізге ортаға сөз беремін. Құрметті Қайым Мұхамедхановқа арналған іс-шараларға келген қатысушылар, құрметті оқушылар мен ұстаздар, бүгін тарихи күн. Ғалымның құрметіне көптеген қызықты шаралар өткізілген. Қайымның еліміздегі тұңғыш мұражайы Қайым Мұхамедханов атындағы тұңғыш ұлттық мектепте ашылды. Ал 1940 жылы Қайым ұстазы Мұхтар Әуезовтың жетекшілігімен тұңғыш Абай мұражайының іргетасын қалады. Абай мұражайында алғашқы экскурсия жүргізді. Қайымның әкесі Мұхамедхан Сейітқұлов баласын Алаш рухында тәрбиелеген. Ғалым өмір бойы біздің бабаларымыздың Абай, Алаш жолымен жүрген. Ахмет Байтұрсыновтың Қайым туралы сөздері бұл бала біздің есімізді жаңғыртады, пайғамбарлыққа айналды. Әрбір халықта мәдениетінің негізі бұл мәтіндер. Қайымның заманда ғалым текстолог ретінде тыйым салынған ұлттың мұрасы сақтап қалды. Абайдың ақын шәкірттері, Шәкәрім, Алашордашылар, Бұхар жырау, Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Махамбет және басқа да көптеген тарихи тұлғалардың мәтіндерін зерттеп, қалпына келтірген. Бұл 100-ден астам есімдер, 100-ден мың парақ мәтіндер. Азаптаған кезде өлсем Алаш азаматының жаным артық емес деді. Қайымның шәкірті марқұм Ербол Ырғыбаев жыл сайын ұстазын құрмет көрсетіп, лайықты шаралар өткізді. Ербол ұстаздың Қарлақ 52 жылы жазылған Фархинурға арналған сүйген жар өлеңін өзінді жиі келтіретін. Өйткені бұл бәрімізге берік ұстанымы болу қажет. Ит боп үріп, мен ешкімді қаппадым. Қастық жасап, кісіге оқ атпадым. Алтын көріп, адал жолдан таймадым. Суанақ боп, арамастан таппадым. Мектепке Қайымның есімін беру үшін Ербол бәрін жасады. Ербол Қайымның мұражайын армандайтын. Аяджан Ахмеджанұлы жетекшілігімен мектеп ұжымы лайықты бай мұражай дайындады. Ұшқынға ерекше рахмет. Қайым Мұхамедханов атындағы ұлттық гимназия бүкіл Қазақстан мектептеріне үлгі болып келеді. Мектеп өзіне үлкен тарихи миссия алды. Осы жолда үлкен табыстар тілейміз. Қайым адам, ғалым, ұстаз ретінде мұхит. Оның мұрасы да мұхит. Сондықтан атқаратын жұмыс көп. Ал енді
Қайымның есімі мен мол мұрасын сақтап қойғаны үшін мектепке алғыс хат тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бұл медалі тарихи білген. Қайым Мұхамедхановтың 100 жылдығына арналған медалін мектеп директоры Айыржан Кенжаловна тапсыруға рұқсат етіңіз. Ал біздің ұлттық дәстүр бойынша Айыржанға шапан кигіземіз. Ал міне құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар қауымы және оқушылар қауымы, бүгін міне ерекше күн, шыны керек, ең бірінші армандар орындалған күн. Осыдан өздеріңіз білесіздер, ең бірінші бұл арман Ербол ағамыздың, Ербол Ислямовның арманы. Осы келген сайын қашан осы қайымның атын бересіздер мектепке деп армандаушы еді. Сол бүгін міне орындалып, осындай керемет мектепке, жай мектебіміз гимназияға Қайым Мұхамедхановтың есімі беріліп отыр. Ол біз үшін үлкен бір ерекше қуаныш. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласында жаңағы мемлекеттік мектептер 95 мектеп болса, бүгінгі күні сол 95-тің 36-ына осы ұлы тұлғалардың есімі беріліп отыр. Күні кеше ғана Мұқағали Мақатаевтың, Мұхтар Әуезовтің сондай ұлы тұлғалардың осындай мұражайына ашылуына куә болдық. Бүгінгі күні кезекпен Қайым Мұхамедхановтың мұражайының ашылуының сәтіне бәріміз көріп отырмыз. Ең бірінші осы іс-шараны ұйымдастырған мектеп басшысы Аятжан мырза, сізге үлкен рахмет. Керемет іс-шара болып жатыр. Енді таңертеңнен бері қатыса алмадық, өзіңіз білесіз, жұмыс басты. Сондықтан мынау мұражайының ашылуына мынадай бір керемет концертке қатысайық деп келіп отырмыз. Сондықтан сіздерге мектеп ұжымына осындай керемет көңіл сый сыйлағандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Екінші, құрметті оқушылар, осындай керемет білім ордасынан мынандай ұлы тұлғаның Қайым атамыздың есімі беріліп жатқан кезде сіздер төмен оқуға ешқандай жол бермеңіздер. Ойлаймын, осындай мектепке есім беріліп жатқанда алдымызда үлкен бір саналы, сапалы ұрпақ өседі деген үлкен сенімдемін. Сондықтан ең бірінші бүгін Ербол ағамыздың аруағы бір аунап түскен шығар, арман орындалған. Екіншіден Қайым Мұхамедханов атамыздың аруағы бәрімізді желеп жүрсін. Осындай мектептің ұжымына, оқушыларына, жалпы келген қонақтарға айтамын, тек қана осындай жақсы іс-шараларда жүздесе берейік. Отанымыздың іргесі аман болсын, сіздер аман болыңыздар. Осы өскелең ұрпақ, осы тәуелсіздігіміздің әрі қарай жарқындап өркендеуі, өсуі сіздердің қолдарыңызда. Рахмет сіздерге. Құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар отыр, біздің әріптестеріміз отыр. Қайым атамыздың екі бала-шағалары келіп отыр. Шын мәнінде бүгін Нұр-Сұлтан қаласының білім жалпы саласында үлкен бір тарихи шын мәнінде оқиға өтіп отыр. Сондықтан да мен барлықтарыңызға алғыс айтамын, рахмет айтамын. Енді жалпы мектепке бір тұлғаның атын беру үшін
ең бірінші ол ұжымменен келісім болады. Ербол мүмкін ұсыныс айтқан шығар, бірақ соны қолдаған осы 90-шы гимназияның педагогтар ұжымына мен үлкен алғысымды айтамын. Мінекей сіздердің жеңістеріңіз деп есептеймін. Ол хат білім басқармасына түседі. Ол білім басқармасы өздерінде қарап, сол өз ұжымында осы лайық па, лайық емес па осы коллективтің сұрап отырғаны деп, сол білім басқармасының қолдауыменен ол әкімшілікке барады. Сондықтан да бүгін осы гимназияға Қайым Мұхамедхановтың аты беріліп, музей ашылып жатса, бүткіл осы Нұр-Сұлтан қаласының мектептерінің ұжымы, білім басқармасы әкімдігінің жеңісі және сол кісілердің де үлкен үлесі бар деп есептеймін. Барлығын мен шын жүректен құттықтаймын. Енді Қайым бұл шәкіртпенен ұстаздығы да үлкен үлгі деп есептеймін. Мен Ерболға қосылғаннан бері естігенім осы Қайым Мұхамедханов. Қайым Мұхамедхановтың әрбір өлеңін, мен тіпті Ерболдың басына тасына осы ұстазының сөзін жаздырдым, жаңағы сіз оқыған алтын гүл. Мен адал жолдан тайған жоқпын, ешкімге мен қиянат жасаған жоқпын деген 4 жол өлеңін ол өзінің өмірлік бір серігі қылып өтті. Мен соны Ерболдың басына тасына жаздырдым. Сондықтан да бүгінгі музейге үлкен еңбек сіңірдіңіздер. Аятжан, бауырым десем де болады, әріптесім десем де болады. Енді өз ұжымыңызбенен үлкен еңбек сіңіріп, барлық жаңағы музейге қарасақ, ішінде тіпті қол жазбаларына дейін бар, соның барлығын танысу мен үшін ойлаймын бір күн жетпейді оған. Сіздердің еңбектеріңіз жана берсін. Ары қарай осы сіздердің еңбектеріңізді сіздердің балаларыңыз, оқушыларыңыз бағаласын. Ең бастысы ата-аналарыңыз бағаласын. Мен ойлаймын сол біздің ата-аналарды да әкеліп сол музейге саяхат жасату керек сияқты көп сол жерден алар бар енді адам баласына. Сондықтан да барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін, амандық тілеймін. Осындай музей балаларға қажетті, балаларға үлгі болатын музейлер ашыла берсін. Сіздер солардың куәсі болып жүре беріңіздер. Енді сіздерге мен Қайым атамыздың ұрпақтары, енді шын мәнінде сіздердің де еңбектеріңіз, барлық құжаттарды мен анау 10 томдықты жинағанда да білген, көрген, ол үлкен еңбек, күн, түн отырып, анау кішкентай сарғайған қағаздарды оқып, соны басып шығару үлкен еңбек, соның барлығын сіздер жинақтарыңыздар. Сондықтан сіздерге де алғысым шексіз. Атамыздың еңбегін ары қарай жалғастыра беріңіздер, дамыта беріңіздер. Рахмет, ақ тілек ниеттеріңізді, қолдауларыңызды білдіріп жатқандарыңызға. Осындай қолдап, қашанда дем беріп жүрсеңіздер, әлі де біздің аларасуымыз алда деп ойлаймыз. Жалғастырайық бүгінгі концертімізді. Ер қазақтың ұрпағы Мансұр, сіздер үшін мен қазақтың баласы деп ән орындайды.
дәстүрлі әнші. Қайғылы көңілім қайдағы бұлыңдау жаңғыртар, қайратты алып бойдағы басым болы қайғы қаңғыртар. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді де көрсең бір ай дос. Махаббат қызық мал мен бақыт, көрінуші дай дос қорта, үміт жақын көңіл ақ болар ма енді сондай шақ. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп алыстап кетті-ау құрғырлар. Көзіме жас бер жылайын, тағат бер сабыр қылайын, жаралы болған жүректі дауа берем деп сынайын. Өлімге басын ұзартып, алысты көзден жасырсай, күнді уақыт қызартып, көкжиектен асырсай. Күңгірт көңілім сырласар, сұрғылт тартқан бейуаққай, төмен қарап мұңдасар, ой жүріп беріп жан-жаққай. Қарашада қарай тұр, тоқтатсаң тоқсан көнерме, арттағы майда көңіл жүр жалынсам қайтып келер ме? Майдағы жұрттың іші қар, бән шешек қарға өнерме, ішінде кімнің оты бар, қар жауысадай сөнер ме? Ішінде кімнің оты бар, қар жауысадай сөнер ме? Жақсылық әркез тозбайды, жамандық мүлде озбайды, үміттің атын өмірі қос тізігін ау созбайды. Қос тепкір салсаң да уайымдаған озбайды, бір қайғыны ойласаң жүз қайығын ау қозбайды. Жел тұрып желгек шал, желіп жүрді боздайды. Мұхтар Әуезов қайын үшін ғұмыр бойы тәлімгер және ұстаз болып қалды. Шәкірт ұстазына өмірінің соңына дейін адал болды. Адамдарды жақсы танитын Мұхтар қайынның бойынан ерекше дарын, имандылық пен адалдықты байқайды. Қайында Абай туралы роман эпопея жазу барысында түрлі тапсырма орындайтын ғылыми тілші етіп алады. Жалпы ұстаздықтың қыр-сырын оны осы жерден көрініс тапса керек. Ендігі кезекте ұстаз қайын туралы әні Темір Тайбековтікі, өлеңі Оралбек Жұмаділовтікі. Орындайтын музыка пәнінің мұғалімдері Нұрбек Бейбіт, Жайна Толқынбек, Оқпан Бақталант. Қол шапалақтар
сұрақтарыңыз болса. Рахмет, ұстаз рухына арналған керемет ән, ол мәңгі өшпейтін, өлмейтін ән, рухымызды сергіткен жақсы тамаша ән болды. Ұлылардан жалғасқан даңғыл жолды жалғастырып, солар салған, солар жаққан отты маздатып отырған, солар салған ұлы ұрпақта сабақтастығын жібін үзбей осы күнге жеткізіп, болашақта да бұдан әрмен қарай көш бастай беретін ол мектебіміздің басшысы Аятжан Ахметжанұлы. Келесі қорытынды сөзді сол кісіге бергіміз келіп отыр. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Ана бір Мұхтар ағамыздың бір
Мұхтар Шаханов ағамыздың бір өлеңі бар ғой, ана ұлықпанға өлең арнап жатқан кезде ұлықпанға ондай нашар өлең арнайтын ақынның керегі жоқ дейтін. Сол айтпақтайын, ұлыларға тірлік істегеннің жүгі ауыр екен. Бір нәрсе істесең, ұлылардың бәсін бәсейтіп тастайсың ба, ұлылығын төмендетіп тастайсың ба, ұлылығын аша алмай қалам ба деп өте қатты бір қорқыныш болады екен. Сондықтан да бұл жүк бізге оңай болған жоқ. Бұл жүкті бүгінгі күнге жеткізуге бізге жеңіл түскен жоқ. Бірақ біз Алашты тірілткен, Алаштың аманатын жеткізген қайымның мұрағатын бүгінгі реттеп алғашқы мектебінде орналастыра алмасақ, азаматтығымызға сын болатындығын түсіндік, оны жүрегімізбен сезіндік. Соның нәтижесінде бүгінгі күнге жеттік деп ойлаймын. Мен мектепке кеше келген кезде де басқа жақта жыл орнымды суытып, Ербол ағамның отырған орны еді деп аяқ басқан кездегі бұл жүктің қаншалық ауыр болатынын өзім сезіндім. Сондықтан да үлкен жүктің айналасында міне бір жыл, 2 ай, 1 жыл, 3 ай уақыт арпалыстық. Біз бұл жүкті жалғыз атқармадық. Осында 90-шы гимназияның ұстаздары, барша мұғалімдары, бағана көріп жатырсыздар. Осы музейді жасау үшін 2-3 күн осы жерде қонған ұл-қыздар да бар. Кәдімгі түнде қонып істеген. Өйткені бізге конкурсқа бере салуға болады. Тек біздің мектептің жалпы мемлекеттік мекеменің жұмысы ол конкурспен жасалады. Ал мұражайды конкурспен жасасақ быт-шытын шығаратын болды. Конкурспен жасауға келмейді, ал бір көзден істеуге ақша берілмейді. Сондықтан жалғыз шарт өзіміз жасау болды. Қорқа-қорқа бастағанбыз, көз қорқақ қол батыр, біреуміз мүсінші болып кеттік, біреуміз ағашшы болып кеттік, біреуміз мұрағатшы болып кеттік. Сонымен ең соңында бүгінгі жұмыс шықты. Кем кетігі болса сөге жамандамаңыздар. Баршаларыңыздан енді бұл жерде ең алдымен Қайым атамыздың ұрпағынан қандай да бір кем кетігі болса кешірім сұраймыз. Мен тарихшы емеспін, мен химикпін негізі. Бірақ жүкті түсіндім. Сондықтан бүгінгі жасадық. Баршаларыңызды Дина апай осыған қолғабыс еткізіп, былтыр ең алғаш сіздің үйге барған кезде осы бүкіл ұрпақтар сабақтастығын өзіңізге сызып көрсетіп, осындай ойымыз бар дегенде сізге бір бәлкім қиялды дүние болып көрінген шығар. Біз бүгін ол жүкті аяқтадық. Сондықтан баршаларыңызға осы алғашқы Қайым Мұхамедханов атындағы мектептің, алғашқы Қайым Мұхамедханов атындағы мұражайдың ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Неге баршаңызды құттықтаймын? Өйткені бұл біз мұражай үшін 1 жыл еңбек етсек, бұл мұражай ұрпақ үшін енді 100-ген жыл еңбек ететін болады. Ол 100-ген жыл ұрпақтың санасына білім беретін болады. Ол 100-ген жыл ұрпаққа рух беретін болады. Ол 100-ген жыл ұрпақтың санасына қазақ тарихының, қазақ ерлігінің, қазақ рухының дәнін сіңіретін болады. Ол біздің 1 жылдық еңбектің қасында түк емес. Біздің 1 жылдық еңбек оның өтуі. Сондықтан біздің 1 жылдық еңбек 1000 жыл, 100 жыл, 1000 жыл еңбек етіп жатса, біз шын бақытты ұстаздарымыз. Ұстаздың бақыты да сол шығар. Сондықтан бүгінгі күн тарихи сәт баршаларыңыз үшін құтты болсын, мектебіміз үшін құтты болсын. Енді бүгін біз Қайым Мұхамедхановтың тек қана мұражайын ашсақ, бұл жерде толып отыратын адам болатын еді. Бірақ біз тек қана мұражайға тоқталғымыз келген жоқ. Қайым Мұхамедхановтың есімін бүкіл республикалық деңгейде болу үшін оған қазақ күресінен республикалық чемпионат жасадық. Қайым Мұхамедхановтың мектебі тек қалалық мектеп емес, республикаға танымал ұлттық мектеп деген статусты алу үшін ұлттық мектепке арнап ғылыми тәжірибелік конференция бердік. Біз тек бұл бір
90 гимназияның әйтпесе осы Есіл ауданының маңайында қалғанды қаламаймыз. Мен өзім мектеп директорлығына келген кезде 3 жылда республикаға танымал мектеп жасаймын деген бір арманмен, бір көсіле шапқан амбициямен келген. Сол амбицияның жолында еңбек етіп жатырмыз. Сіздер қолдаушысыздар, сондықтан баршаларыңызға басым дейіп рахмет айтамын. Енді бүгінгі алыстан шақырып келген енді Қайым атамыздың ұрпағына мұражайды сыйладық сіздерге, сондықтан сіздерге басқа сый-сияпатымыз жоқ. Кешірім сұраймыз енді. Ал енді бізге арнайы келіп бүгінгі іс-шарада үлкен білімін бөлісіп, тәжірибесін бөлісіп, ұлттық мектебіміз туралы баяндама жасаған 2 Алматыдан келген арнайы әріптесімізге өз атымнан бір жапырақ қағаз болса да берсем деп ойлаймын. Құрметті Айсұлу Асылханқызы, сізді Қазақ СССР гимнінің авторы, ғалым, ақын, жазушы, драматург, аудармашы, ұстаз, қоғам қайраткері Қайым Мұхамедқанұлының еске алуға арналған рухы мықты Есіл ер атты іс-шараның қадірлі қонағы болып, ұлттық құндылықтарды дәріптеу, оқушылардың бойында ұлттық сананы ояту мақсатында келешек ұрпаққа өнеге көрсетіп атсалысқаныңыз үшін алғыс білдіремін. Қайым Мұхамедқан атындағы нөмір 90 ұлттық гимназияның директоры айтылады. Алысқат Абай Мырзағали, Алматы қаласы 148-ші мектеп тарих пәнінің мұғалімі, қазақ баспасөзін зерттеп жүрген жас ғалым. Ал құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар, ең алдымен осы жүкті көтеріскен менің әріптестерім, иықтарыңыздан жүк түсірумен құттықтаймын. Рахмет. Осында ең атын атап тұрып, рахмет айтатын осы музейге қолтаңбасы тиген әрбіріңіз Қайымның рухымен рухтаныңыздар, Қайымның рухымен сусындаңыздар. Рахмет. Кешке келген баршаларыңызға рахмет. Алдымызда Сағат сырым Қазақстан дауысы бағдарламасында жоба өтіп жатыр, білетін шығарсыздар телеарнадан. Сол жобаның қатысушысы, мектебіміздің өнерпаз оқушысы, республикалық қалалық байқаулардың жеңімпазы Сағат сырымның орындауында өз елім әнін қабыл алыңыздар. Oh,
құрметті барша қонақтар, сіздер білесіздер, іс-шарамыз бұнымен аяқталған жоқ. Қазір Алаш аллеясына көктем мезгілі, білесіздер, Алаш рухына арналған ағаш егу науқаны бар. Ары қарай Қаймұхановтан аттарымызға арналған ас бар. Сондықтан ағаш егуге есіктің алдына шықсаңыздар, оның алдында бір рет келіңіз. Қажайып ханым, әріптес ретінде. Құрметті қалайық, бүгін 90-шы гимназияда өте бір керемет іс-шара өтіп жатыр. Қайым атамыздың атына арналған мұражай бабамызға деген үлкен тағзым деп ойлаймын. Осы қала мектептерінің атынан, басшылардың атынан Аятша мырзаны құттықтаймын, бүгінгі ұрпағын құттықтаймын. Ұрпақ өлмесе, ол әрі қарай жалғасады дейді. Яғни бүгін сол өлмейтін ұрпаққа көз жеткізіп отырмыз. Сондықтан сіздердің әрбір сөздеріңіз, әрбір бүгінгі айтқан тілектеріңіз ол мынау тыңдап отырған оқырмандарға үлкен кеңес әрі ұсыныс, бір жағынан керемет үлгі өнеге деп ойлаймын. Жалпы өзімді таныстырып өтейін, осы Нұр-Сұлтан қаласындағы 67-ші гимназия биыл да біз өте бір керемет жаңалық, біз үшін Ілияс Есенберлиннің есімін алған болатынбыз. Сондықтан бүгін осы Ілияс Есенберлин мұражайынан Ілияс атамыздың 2 кітабын Қайым мұражайына табыс етуге рұқсат етіңіздер. Еліміздің ұлылары жасай берсін, сол ұлылардың жолында еңбек етуге, қызмет етуге қашан да біз дайынбыз. Біздің міндетіміз елге қызмет ету. Енді есіктің алдына қарай шығайық. Әдемі шараның әдемі нүктесін қояйық.